Міне қыздар, бірінші біз жеңнің лекалын сызып дайындап аламыз. Сол үшін мына қағазымызды алып, біз екі бүктеп аламыз. Екі бүктеп алғаннан кейін мен жеңді түп нұсқасын бірінші салуымыз керек. Ол үшін мына жеңнің ұзындығын саламыз. Жең ұзындығын салдым. Мінекей мына жерде көрсеткендей, жеңіміздің ұзындығы 58, біз оның ұзындығына қосып отырамыз. Значит, бізде жеңнің ұзындығы 58 болса, біз оған 2 сантиметр қайтаруына қосамыз. Енді бізге мына жоғарыдан төмен қарай 15-16 сантиметр салуымыз керек. Мен әзір 16 сантиметр аламын. 16 сантиметр костюмдерге алған жақсы. Мінекей, біз бұны былай сызып аламыз. Одан кейін жеңді үйреткендегідей үшбұрыш сызып аламыз. Енді осы жеңнің тура ортасын аламыз. Міне ортасы осы, және де мына ортасын алып, төбе қарай 2 сантиметр шығарамыз. Төмен қарай 1 сантиметр түсіреміз. Міне. Енді осыларды қосып шығамыз. Мынаяқтан 1 сантиметр жетпейтіндей қылып алып, мынаған қосамыз. Одан кейін осылай алып сызып шығамыз. Мына жер сәл қисық болып кетті. Стараться ету керек, түзу, былай жұмырлап, әдемі сызылу керек бұлар. Міне осылай шықты жеңіміз. Мынаяғы тіке түсе береді. Қазір біз бұны қырқып аламыз. Міне қырқып алдық. Енді бізге жеңнің алдыңғы жағынан тағы да алдын ойып көреміз. Алдына және де 1,5 сантиметр. 1,5 сантиметр түсіріп, мына жерден мына екеуінің ортасынан бүйтіп бірдесін емес, жай сырғытып осылай аламыз. Енді қазір мен қаттырақ сызып қояйын. Осыны қырқып аламыз енді. Қырқып алдым. Енді мен ширина рукавасын жазбаппын. Ширина рукавасы 18 болды. Біз 18-ге 2 сантиметр қостық. Сонда осының бәрі 40 сантиметр болды. Мінекей, осылай алған кезде 18-ге 2-ні қосқанда 20 болады. 20-ны біз 20 болады. Осы 20 сантиметр ширина рукавасы. Бұлай қойған кезде, әне тура осылай біз жеңнің түп нұсқасын сызып алдық. Мынау алды. Мынау артқы бойы. Артқы бойы, мынау тура ортасы. Міне енді біз бұны жаңағы костюмге, классический костюмнің жеңін сызып үйренеміз. Мына қыздар, сіздерге жақсы көрініп тұрсын деп, мен қара немен сызып қойдым. Енді мына жер мен мына жер төбесінен ширина рукавасына шейін бізде 16 сантиметр. Мынаяғы 20 сантиметр, мына жағы да 20 сантиметр болды. Міне енді біз осы екеуінің ортасын аламыз. Өлшеп алсаңыз да болады, көзбен алсақ та болады. Мына екеуінің ортасынан осы енді мына төменгі жағының орта шетін алып аламыз, белгілеп. Енді осы линияларды мен қызыл сызықпен сызып көрсетемін. Міне, мына жағында тура солай сызып аламыз. Алдық. Енді мына жерден 2 сантиметр алып белгілейміз. Содан кейін осы екеуінің тура ортасын алып аламыз. Тура ортасын аламыз, сөйтіп осы жерге выточка жасаймыз. Выточка сияқты үшбұрыш сызып аламыз. Міне сызып алдық. Енді мына екеуінің ортасын алып, мына жақтан 1 сантиметр, мен жазып қояйын, міне мына жерімізден 1 сантиметр, мына шеттен де 1 сантиметр аламыз.
Сөйтіп, бұнымыз міне 1 сантиметріміз осы жерге келді. Енді біз осыны алып мына жаққа үшбұрыштап қосамыз. Осыны енді мына астыңғы несіне, низ рукаваға, жеңнің төменгі жағына қосамыз. Міне біздің жеңіміз өте әдемі шықты. Сондағы бар білетіндеріңіз осы екеуі. Енді мен бұны қызыл сызықпен сызып қояйын, өйткені сіздерге түсінікті болу үшін. Міне қосып алдым. Мына жақта солай сызып қоям. Енді осыны қырқып сіздерге көрсетемін. Ол үшін міне мұқият қарасаңыз, тура осылай қырқып аламыз. Бұдан бұрын біз мына жоғары жағын қырқуымыз керек екен. Бірінші осы жоғары жағын қырқып аласыздар. Міне қырқып алдым. Бұяғын қырқып тастаймыз. Және мына шетінде солай қырқып аламыз. Енді мына бетін қырқамыз. Мына выточкасын алып тастаймыз. Міне алып тастадым. Мінеке қырқып алдым. Енді біз мынаны алып, мына жерге скотчпен жалғап қоямыз. Қолыма жабысып, міне көрсеңіз, осы классический костюмның жеңі тура осылай пішеді. Сонда былай қарай пішіп аласыздар қырқып. Мына жерге 1 сантиметр запас қоссаңыздар да болады. Тар болады десеңіздер, мына жағына да запас қосыңыздар. Негізі қоспасаңыздар да бұл 46 размердің жеңіне тура келеді сай. Мінекей үсті пішіп үйреніңіздер. Бірнеше рет қарасаңыз түсінесіз. Өйткені бұл жерде соншалықты қиын емес. Жаңа бөліп салғанды тоқтатып қойып көріп, неғылбаңыз, есіңізге сақтабаңыз. YouTube каналында өзі бір сызық жүреді, қызыл сызық бүйтіп. Сол түсінбеген жеріңізге қайтадан сол қызыл сызықты апарып қойыңыздар. Сол жерден қайтадан көруіңізге де болады. Қайта 10 шақты рет. Бір көргенде адам біреулер оңай түсіне алады. Кейбір адамдар 10 шақты рет көргенде ғана жақсы түсінетін болады. Мінекей бұл біздің костюмымыздың жеңі. Тура осылай саласыздар. Мен жеңнің ұзындығына да қосып алғам. Ұзындығына қажет емес. Тек қосам десеңіздер, жаңағы мына жерден қосуға болады 1 сантиметр құрастыруға. Үстіп аламыз. Комментария жазыңыздар, түсінікті ма, қай жеріне түсінбей жатсыздар, тағы қандай жеңді көргілеріңіз келеді, сонда жазыңыздар. Менің YouTube каналыма тіркеліп, подписаться етіп, туған туыс бауырларыңызға да жіберіп отырыңыздар. Келесі түсірілімде кездескенше сау болыңыздар.